Assalamualaikum достар. Бүгін менде Америкалық құрама штаттардың осындай автокөлігі. Яғни байқасаңыздар, астында тұманкасы жоқ. Америкалық автокөлікте заглушка тұр. Біз осы жерге тұман орнататын боламыз. Өзінің фарлары тұр. Духы тұр поворотында. Және де повороты тұр. Мынау өзінің биледі. Және де мына жерде сызық жоқ. Кейбіреулерде мына жерде ақ болып жанатын болады. Бұны бізде жоқ. Яғни астын кнопкаға істейтін боламыз тұманкасын. Әрі дұхы, әрі тұманка ретінде қолданып жүре береді. Все, бастадық достар. Так, ең алғашқы бірінші не істейміз? Көлікті оталдырып тексереміз, қандай қате бар, не бар. Практикалық іс бойынша бәрін түсіндіріп көрсететін боламын. Әртүрлі жағдайлар болады. Бұдамыз. Сондай болады, кейде сондай жағдайлар болады. Бәрі емес, енді кейде редко өте. Қате шығып қалады, тағы бір шығып қалады. Ондай жоқ еді ғой деген оңайлар кетіп қалады. Сосын фарды жағамыз, тексереміз, дальний поворот. Все, вручение. Бізде тап-таза тұманканың кнопкасы осындай жерлерге қойылатын болады. Қазір кнопкасын көрейік, қандай кнопка берді, не кнопка берді. Заттарын жайлап шығарамыз. Заттарын ішіне салып қойған екен. Мына сырты бұл бізде ашылмаған, ашылған жоқ, ашылмаған, қараңыздар. Ашылмаған. Бұл бізде левый правый деп көрінеді. Левый мен ел деп тұр. Енді қараңыздар, ішінде не жатыр? Құлағы жатыр. Бұл да ашылмаған. Бұл да ашылмаған. Ашылмаған, бірақ ішінде құлағы сынып жүрмін. Құлағы. Бір жерге салғанды сындырды. Бак что құлағы сынық. Левый водительский сторона. Құлағы сынық. Надо жоқ ондай. Қалғанын шығарамыз. Бәрінің арқасын салып қойған. Осы жақтан алып жатыр. Так, кнопкасы. Кнопка размер келе ма, көрейік. Аха, тұманка келу керек размер. Бірақ бұның өзінің тұманка деген осындай кнопкалар бар, заводской. 7,5 теңге тұрады. Енді бұл видео деген алған екен. Солай тұратын болады. Өзіңкі роднойында фиксациясыз болады. Түртесін жанат. Машина өшкенде өшіп қалады. Сондай да кнопкасы болады өзінің. Мынау бізде уже фиксациясы бар екен. Toyota 775-терде бізде заводтан европейсктерде не болады? Проводкасы міне. Проводкада релесі. И мынау кнопка, басқа кнопка екен, бұл да дәу. Мынау проводка бізде Camry 50-дікі. И 50 Camry'дің кнопкасы тұр міне. Проводка Camry 50-дікін берген. Келе береді, разница жоқ. Мынау бізде тұманкасы. Тұманка LED-пен жүреді, заводской. 775-терде астында заводской LED-пен тұрады. 50-дің тұманкасын салуға болады, 55-дің де салуға болады. Басқа LED салдырып. Немесе заводской өзінің LED-терінде салдыруға болады. 25 мың, 20 мыңға дейін сатылады ол. Ал 50-дің тұманкасын салатын болсаңдар, жақсы тыкеу саласыңдар, 18 мың. И тұманка жақсы саласыңдар. Где-то сол олда 50-ге барады. Но бірақ мыналардан освещениесі қатты болады. Так, бұл мынандай билет ағын. Бұл шторкасы бар билет ағаны. Жоқ, шторкасы жоқ дейін. Кешіріңіз, кәдімгі билет ағын. Кейде шторкасы барлар болады осының. Бұл бізде фарзон дейді, 5 шторки. Главное, очкиіне отырса енді көрейік қазір. Ал енді достар, арай мынау шешіледі.
Енді қараңыздар, осыны шешу үшін бампер шешеді, немесе үстіндегі заглушкасын шешеді, астындағы отклонениені шешеді, защиткасын. Мына жанын босатады, сөйтіп бамперді шығарады. Мен бампер шешемін, егерде фар ауыстырсам шешемін, фар ауыстырмасам мен енді шешпеймін. Енді біреулер шешіп істейтін болса, нұр үстіне нұр шешіп істей беріңіздер, өйткені өздеріне ыңғайлы үшін шешеді көп адам. Қолдары сыйсын, ыңғайлы болсын. Вообще өзінің удобствосы үшін шешіледі. Және де ақшасы көбірек қосыла береді уже. Сол сияқты шешіп істей бергендеріңіз дұрыс негізінен. Енді мен бұны шешпеймін, мен бұны күнделікті істеп жүргеннен кейін уже үйреніп қалдым да мен. Мен тек заглушкасын шығарып аламын. Қараңыздар, заглушкаларын шығарып алдым да. Мына заглушкасы шығарып алдым. Мына новыйында уже кесіліп дайын тұрады тұманкының орнына. Сөйтіп мен тұманканы салып қойдым. Енді тұманкының болттары жоқ, болттарын қатырам, проводын жүргізем полный. Через реле шығарамыз. Сөйтеміз да мынаны киісіп тастаймын, осылай әдемі болып тұрады, көріне ме? Осылай әдемі болып тұрады. Көресің бе? Жоқ. Так, бұл тұманка арзан деп айтамын. Бұдан арзандары бар. Foodlet деп аталады. Оларда бетінде мынандай лупа болмайды. Мынада лупа болғандықтан бұл бізде уже билет сияқты кетеді. Билет деген шторкасы бар, бұның шторкасы жоқ. Бұл сондықтан просто LED бұл. LED, луповый LED. И Foodlet бар. Foodletтерде лупа тұрмайды, болды. Сол разница. Осындай тұру керек. Қалыңдығы осындай. Ода жоқ. Яғни бермеген. Сосын провод гофрамен өтеді. Андай гофрасы болады. Штекермен тұрады, и гофрамен қамытты алып өту керек мына жақтан. Релені ана жерге қоямыз, аккумулятор жаққа. Релесі мынандай болады. Және предохранитель тұру керек обязательно. Сосын ішке кнопканы басқашалап қойсыздар. Так, мында достар, тұманка орнатылып болды, и оның жағып жатқан жарық жанысы осылай жанады, көрдіңіздер ме? Кейбіреулер тұманканы көтімен төбеге қарай салады, мынау ай бар ғой асты. Төбеге бүйтіп салып қояды біреулер. Ондайды көрдім практикада. Мынау ай жағы астына тұрады, төбе сызық болып тұру керек. Төбе стричкінің көзіне түспейді. Қарама-қарсы жатқан көліктің төбесі үстіне түспеу керек. Осылай сызық болып тұрады. Билетте дальний шторка қосылғанда осы домалақ болады. Бізде шторка жоқ. Оның шторкасы барларда бар. Ол шторкасы барларда уже шторка ашылғанда ол домалақ болады. Бұған бізде шторка пайдасы бермейді да. Неге десеңіздер, бұда бізде жартылай тұрады былай. Лупаның жартысын жауып тұрады 70-75-те. Сол себептен бұған билет шторканың қажет емес. 5 шторка шығады осындай. Мына қазір орнатып қойдық полный. Мына біздің тұманка тұр. Полный тұр тұманка. И міне бізде уже сызық болып жанады. Енді екінші жағын орнатамыз. Екінші жағын жоқ әлі. Біреулер мынаны кесіп істеп жатады. Достар, жоқ, тұманканкі ішке кету керек былай. Ішке кетеді. Сол себептен мынаны өзіңкін кесіп қоюдың қажет жоқ. Сразу очки аласыздар. Мынандай очки. Мына очки ішке кетеді, көрінді ме? Іш жағы бар. Яғни мынау бетін кесіп қоя салам деген болмайды да. Ол ішке кетеді, көрінді ме? Мына іші бар. Мына құлағы сынған жүр, көрінді ме? Әлі ашылмаған бұл. Құлағын кірелеу керек болды енді. Мынау біздің тұманкамыз. Мына осылай қойылады, көрінді ме? Сосын тұманка оңға солға регулировка істелінбейді, ол тек қана төбеге астыға істелінеді, болды. Бізде қазір бұл тұманка машина 70 пәс болады, 70-75, сол себептен осылай тесіп жанады алдына. Тұманка основной обочиналарды көрсетеді ғой, тротуар. Баяғыда тұманканы вообще тұманда қосатын болған. Ол кезде тұманка бізде сары болатын. Енді баяғыда американец көліктерде әлде де бар ол сары тұманка. Кейін уже бізде қосымша доп фар ретінде кетіп қалды бұл доп. Яғни дополнительное освещение. Бір құлағы сынған. Күрелеп қойдық. Төбедегі құлағы кеткен. Төбеміз асты болып есіп кетеді. Мен бүйтіп қарағанда төбе болып тұр. Мынандай ішке кіріп тұрады, көріне ме? Заглушканың арты. Ананы кескенмен сенікі плоский болып қалады, арасы бір ашылып қалады. Сол себептен кесуге қажет жоқ, мынандай қылып заглушка салған дұрыс.
Міне бізде автокөлік аяқталды. Аккумулятордан реле арқылы плюс шығады бұл біздің ледке. Және де масса қойылады кузовқа. Сосын іштен кнопка арқылы кетеді. Кнопканың қалай жұмыс қызмет істейтінін көрсетіп кетейін. Отырамыз. Видео камера кнопкасы арқылы істелінді. Сіздерге айтқандай. Талдырдық. Говорит қосқанда бізде кнопкалар көп болып жанады. Говорит деген біздің подсветка көп болып жанады екен осындай. Өзі осындай. Енді оны қосатын кезде басамыз. Бассақ жасыл болады, көріне ме? Бассақ жасыл болады. Яғни туманка жанды деген сөз. Басамыз уже. Бастық. Бізде қазір жасыл болып тұр. Енді қандай көлікті өшіреміз. Бізде жасыл сөніп қалды бәрі. Қайтып отырамыз. Бізде жанып тұра береді. Кнопканы басып қойсақ, бізде туманка жанбайды. Подсветканы өшірсек, бізде подсветка өшеді. Туманканы басамыз, бізде жанып тұра береді, подсветкасы жанбайды. Өйткені біз габарит қосқанда подсветка бізде габаритпен бірге жанады. Өшірдік. Қазір кнопканы басып қойдым. Бізде ол жанып тұру керек. Қызық емес, жанып тұру керек. Қалай болса да. Аха, міне бізде ол сіздердің көріп тұрғандарыңыздай жанып тұр. Оған поворотқа духо салынған. Сол себептен үш көз сияқты и астымен бірге осылай жанып жүреді бұл. Сіздер көріп тұрғандай машина бізде от алып тұр. Қазір духосы қосылып тұр төбеге. Әрі духо, әрі поворот. Бұл американец простой. Поворотын қосып көрсетейін қазір. Яғни күндіз фар жақпай үстіп жүре беруге болады. Әдемі көрінеді. Асты или үсті екеуі. Керемет тамаша болады. Машина ішіне отырдық. Міне поворот солға, поворот оңға. Маркат етем. Бұл бізде от алса болды, төбесі духонмен асты жанып тұра береді. Туманканы өшіріп тастаймын, кнопканы бастым, туманка өшті, туманка қосылды. Фарды до конца қостым. Туманканы өшірдім, туманка өшті, туманка қостым, туманка қосты. Бұл бізде дальний. Туманканы өшірдім, өшті. Фардың бәрін өшірдім, бізде духо жанып тұр. Туманканы қостым, машинаны сөндірем. Бізде машина өшіп қалады, көрінеді ме? Толықтай астымен. Машина оталырамыз. Бізде ол қосылады. Болды. Кнопканы басады, керек жоқ кезде өшіп тұрады. Керек кезде кнопканы басады, бізде осылай қосылып тұрады. Фар жанып тұрса да жанып тұра береді. Разница жоқ, ешқандай қате жоқ. Өшірдік, өшті. Оталдыратын. Бізде духомен керемет. Ашаматтың караматты керемет осылай болып жанып тұрады достар. Бұл бізде LED. Оның простой да бар. Өзі заводской футлайт болады. Оған біз LED орнаттық. Заглушка салып, сырттан кигізіп, осылай орнаттық. Ал керек болса хабарласа беріңіздер. Міне достар, бізде туманканың жанып тұрысы көріне ме? Бүйтіп сызық болып тұру керек. Бұл астындағы домалағы айы төбеге қарап қалмау керек. Кейбіреулер төбеге қарап жүреді. Ал бізде ближнийде көріне ме? Сызық болады да астыңғы лучогы ямасы астында тұратын. Дальний бізде уже домалақ болады. Дальний шторка ашқан кезде шығады. Билет деген ол астында туманкада билеттер барларда ода да бүйтіп шторка ашылады. Ода просто LED. Билет деген ол ашын шторка, би деген ол шторка, би ксенон деген сияқты. Или ксенон деген сияқты. Ксенон екеуі бір ғой. Билет та сондай. LED екеуі бір, би деген ол шторка ашады. Ксенонда да сондай. Екеуі бір, би ксенон деген ол H4 деген сияқты да шторка ашылады. Фарды өшірдік. Туманканы өшірдік. Міне. Туманкамен маркат етсең болады осылай. Қолмен ойнаттым. Кнопкасы. Фарын өшірші деп ше. Міне. Фарды қостық. Дальниймен кетіп тұрасың, ближниймен. Саған өшірмейді, сен бітесің. Өшірші. Нормально жанады мынау. Бізде фар аяқталды. Енді кімге қалай керек, солай көтереді. Бұл оңға солға жүрмейді, ол тек төбеге астқа жүреді. Бұл заводской өзінің несімен тұр. Ал достар, сіздерге авторежимдарын көрсетемін.
Қазір бұл бізде фар до конца өшік тұр. Яғни гитара до конца өшік тұр. Соның өзінде бізде духо мен асты жанып тұр. Төбедегі духо да салынған, астындағы тұманға да салынған. Бұл бізде Америка. Енді қазір мен ортадан бұрын автоға қоям. Автода бізде қазір ближний қосылу керек. Міне болды. Осылай айдап жүре береді. Міне. Автоға қойды, енді ештеңе бұрамайды бұл кісі. Бізде автода ближний, духо и тұман кісі жанып тұр. Енді не істейміз? Енді біз мынау жарықты қоямыз. Қараңыздар, міне жарық. Күн шықты деген нәрсе ғой. Міне. Күн шықты деген нәрсені қоямыз. Жарықты болды. Күн шықты деген қойдым. Бізде қазір не істеу керек? Фар өшу керек. Фар өшу керек өзі. Жарық жақсап түссе өшеді. Сигнал қоймайды. Бізде өшу керек. Так, өшпеді я бізде. Значит, настройка істейміз. Бұларда настройка болады. Қазір көрсетем. Кейбіреулерде настройка болады. Автода тұрса да ближний жанады. Күндіз болса да ближний жанады. Түн болса да ближний жанады. Бізде қазір ближний өшкен жоқ, ана фонарикке. Енді қазір мен монитордан сіздерге настройкасын көрсететін боламын. Ішіне подсветка бәрі жанып тұр. Мыналар өшу керек. Мынаның бәрі өшу керек еді. Көктердің бәрі мынау. Күндіз керегі жоқ қой мынаның бәрі. Светті қойып бізде өшпей тұр. Енді мен не істеймін? Енді настройка беремін. Так, осы жерден мұқият қараймыз, достар. Мына экран көрініп отыр ма сіздерге? Көрінгенде. Мына жерде меню басамыз. Меню шықты. Так, сеттип басамыз. Астқа түсіреміз. Басамыз, астқа түсіреміз. Мына жерде машина суреттер көрінеді ме? Вейдж көрініп отыр ма сіздерге? Көрсетші. Таппай келіп отыр. Мынаны басамыз. Кірді көрінеді ме? Енді вейдж customization бірінші тұрған. Осы жерде like setting деген басамыз. Ойбай, төбесі болмас. Қолыңды болған жаман екен. Міне. Енді осы жерде қараңдар, DRL деген тұрған көрінеді ме? Daytime Rowing Liked. Осыны өшіріп қоямыз. Болды, off болды, өшірдік. Енді біздегі бағанағы авто істейді. Offқа қоямыз бұны. Болды. Бізде енді авто істейді. Қараңыздар. Міне, өшірдім, қостым. Автода тұр. Жарық түсіп тұр. Бізде тек духо и тұманка жану керек. Кетіп көреміз. Бағана ближний өшпей тұрды ғой. Енді қазір бізде ближний өшті, достар. Тамаша өшті. Енді анау жарықты ортаға қойып қойдым. Сол жарықты алған кезде менде ближний керек. Бұл қазір күндіз деп ойлап тұр. Машина күндіз деп ойлап тұр. Ортадағы жарықты алған кезде қазір менде түн деп айтады. Түн болды деп көрсету керек. Алдым. Бізде ближний жану керек. Яғни түн деп ойлайды. Бізде духо жанып жүр, тұман кеке. Кешке жақын ближний қосылады. Сондағысы біз тек автода айдап жүрміз да, автода. Жанды көріне ма? Ближний. Енді жарық қоям. Ештеңе борамайды. Автода тұрады, үстіп айдап жүреді егес. Міне, жарықты қойдым. Бізде қазір не алады анау өшеді. Ближний өшу керек бізде, автомат. Бізде ближний автомат өшеді. Күндіз болған кезде кете береді. Түнде бізде тұра тұр. Неқып ближний болған кезде түнде бізде өшті көріне ма? Бізде бәрі өшті. Яғни духо жанды. Қайтадан свет алып тастасаң, бізде ближний жанады. Яғни автода айдап, иесі спокойно айдап жүре береді.